Бір ғана қиярдан тұратын бүгін толқын екеуміз осындай салатты жасадық. Бар жоғы 10 минут уақытыңыз кетеді. Қыстың күні рахаттанып, күтірлетіп отырып жейтін боласыздар. Ал кеттік достар. Алдымен қиярымызды дәл видеодағыдай осылай турап алатын боламыз. Енді қазанымызға су құямыз, одан кейін сұйық майымызды құямыз. Міндетті түрде осындай чили кетчубын қосатын боламыз. Қыздар, енді жақсылап араластырамыз. Енді манағы тұрып қойған қиярларымызды саламыз. Одан кейін бір бұрқ етіп қайнағанын күтеміз. Осы қиярдың үстіне уксусты құямыз. Одан кейін мөлшерімен қант саламыз. Сосын ең соңында тұзды осылай салып шығатын боламыз. Қиярымыз бір бұрқ етіп қайнады. Енді сарымсақты алдын ала осылай үккіштен өткізіп алып саламыз. Одан кейін осылай қолымызбен бір уыстап горошекті саламыз. Енді банкаға, стерилизовать етілген банкамызға құятын боламыз.